Қайырлы күн, қымбатты көрермен, сіздермен бірге заң және тәртіп жобасы. Микрофон алдында мен Жадыра Серікбекқызы. Бүгінгі қозғалатын тақырып ол көзге көрінбейтін, бірақ күн сайын өмірімізге еніп жатқан қауіп туралы болмақ. Бұл интернет алаяқтық бойынша. Статистикаға сүйенсек, жалпы Абай облысында 664 алаяқтық тіркелген екен. Соның ішінде 404-ті интернет арқылы жасалған алаяқтықтың түрлері. Осы орайда бүгін бізде студияда тақырыпты кеңінен тарқататын спикеріміз, қонағымыз Абай облысы полиция департаменті киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасы бастығының орынбасары, полиция подполковнигі Мират Қабытаев. Мират Мейрамбекұлы, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме? Шақырғандарыңызға рахмет. Шынында бұл өте өзекті мәселе. Алаяқтар түрлі тәсілдерді қолданады. Жалған сайттар, мессенджерлер өзін банк қызметкері деп және де көрсетіп өзін қоңырау жалған хабарландырулар жасайды. Және де онлайн төлем жасап көрген кез келген адам құрбан бола алады. Жақсы, рахмет. Жалпы бұл енді қазіргі кеңістікте кеңінен алған заманауи алаяқтық түрлері көбейіп жатыр ғой. Осы орайда полиция бұл қылмыспен қалай күресуде? Біріншіден біз цифрлық іздерді талдауға банктармен, байланыс операторларымен және де халықаралық платформалармен жұмыс баса мән беріп отырмыз. Тек биылғы жылы өзінде антифрауд орталыққа мыңнан артық инцидент жолданды. Оның ішінде 392 дроппер анықталды, және де олардың шоттары бұғатталды. Және де инцидент антифрауд арқылы 16,5 миллион сомма ақша бұғатталып, оның ішінде 9 миллионнан астам жәбірленушілерге қайтарылды. Сонымен қатар 1100-ден астам заңсыз сайттар бұғатталды. Жақсы, жалпы Мират мырза, Абай облысы бойынша ең ірі көлемде ашылған алаяқтық фактілер бар ма? Бар болса, яғни қандай суммада айтып өтсеңіз? Ағымдағы жылдың мамыр айында танымал хабарландыру платформасы арқылы интернет алаяқтықпен айналысқан ұйымдасқан топтың заңсыз әрекет тоқтатты. Ол күдіктілер жүк көліктерін сату туралы жалған хабарлама орналастырып, азаматтардың мәмілелерінің шынайылығына сендіріп, олардың ірі көлемде ақша алған. Келтірілген жалпы шығын көлемі 52 миллионнан құрайды. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Жақсы, рахмет. Жауабыңызға енді жалпы мына қазір осы подкастты пайдаланып көрермендерге жалпы қандай жағдайларда көбіне фактілер бар, алаяқтарға алданып жатады? Соның бірегейін айтып өтсеңіз. Қазіргі таңда жылдың басынан бастап талдау, интернет алаяқтық талдау жүргізу барысында ең көп кездесетін интернет алаяқтықтың түрі болып, азаматтарымызға мессенджерлер арқылы, жаңа атап айтқандай банк қызметкері немесе полиция қызметкері деп бейне видео звонок жасап, азаматтар сол қызметкерлерін қорғау органдарының қызметкері ретінде звондап, өздері Қазақстан Республикасының басқа шетел мемлекетінің құқық қорғау органдар формасын киіп, орысша тілде хабарласады көбінесе, және азаматтардың есеп шоттарынан күдікті операциялар жүргізіп жатқан туралы хабарлайды. Тез арада бұғаттау немесе сол алаяқтарды ұстау үшін өздерінің жеке шоттарының ақшаларын қауіпсіз шотқа аударуды сұрайды. Сондай алаяқтықтың ең көп кездеседі. Және де тағы да бір ең көп кездесетін түрі интернет алаяқтық, ол біздің әлеуметтік желілерде онлайн сауда сату. Азаматтар алдын ала товарға немесе бір услугаға дейді ғой, сондайға алдын ала ақшаны аудару. Сондай интернет алаяқтықтың түрі өте жиі кездеседі. Негізі жалпы Қазақстан Республикасында сондай қылмыстың түрі Қазақстан Республикасының 190 бабымен көзделген. Осы баптың ауыр санаттағы қылмыс жасалғаны үшін азаматтар 5 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру көзделген. Дұрыс айтасыз. Жалпы осы қылмысты ашуға сіздер тараптарыңыздан қанша уақыт алуы мүмкін? Алады. Қылмысты ашу жалпы қылмыстың жасалу түріне байланысты. Енді әр қылмыс әртүрлі. Егерде көбінесе бізде қылмыскерлер қылмыстық іздестіру жұмысын жүргізу барысында көбінесе азаматтар
басқа облыстан немесе басқа мемлекеттен болуы мүмкін. Ондай қылмыстарды ашу әртүрлі уақыт алады. Жалпы орта бір күндерді айта алмаймын, өйткені ондай қылмыстарды ашу өте ауыр. Себебі онлайн жасалған, себебі алаяқтар әртүрлі жалған есеп шоттарды Қазақстан азаматтарын дроппер ретінде қолданады, және де бірнеше есеп шоттарға қаражаттарды аударады бірнеше уақытта. Сол себепті орташа бір 15 күн, бір ай сондай уақыт алады. Құпия болмаса, мына осы жұмысыңыз барысында ашылған қылмыстарды айта аласыздар ма, мысал ретінде? Енді қалай алданған, қандай жағдайда сіздерге хабарласты деген сияқты? Қылмыстың ашу барысы тергеу мүддесіне байланысты жарияланбайды. Жақсы, рахмет. Жалпы мынау бұқаралық ақпарат құралдарында айтылған Симбокс құрылғысы туралы не айтасыз? Ақпан айында прокуратура және де ұлттық қауіпсіздік комитетімен бірлесіп отырып, Семей қаласында Симбокс құрылғысы анықталды. Бұл халықаралық қоңырауларды жергілікті нөмір ретінде көрсететін құрылғы. Мұндай құрылғылар алаяқтық, анонимді әрекет етуін жол ашады. Қазір аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіліп жатыр. Енді бәрімізге белгілі, баспасөз орталықтарыңыз ақпаратпен күнделікті қамтамасыз етіп отырады. Дегенмен де жаңағы ескерту және алдын алу шаралары қалай жүргізілуде сіздердің тараптарыңыздан? Біз жақсы білеміз. Неғұрлым көбірек білсе, соғұрлым қауіптен аулақ болады. Сондықтан міне жылдың басынан бастап 200-ден астам кездесулер өткізілді, 20 мыңнан астам ақпараттық буклеттер таратылды. Бұқаралық ақпарат қызметімен және де әлеуметтік желілерде 100-ден аса ақпараттық материалдар жарияланды. Басты мақсат бұл халыққа қауіпсіздік негіздерін үйрету, бейтаныс сілтемелерден сақ болу, жеке мәліметтерін ешкімге бермеу, әрқашан тексеру болып табылады. Жалпы қосымша бір сұрақ қойып өтейін. Енді алаяқтар кейде өздерін полиция қызметкерлері немесе банк өкілдері болып хабарласып жатады. Мұндай жағдайда азаматтар, халық не істеу керек? Қалай ажыратуға болады мұндай жағдайларда? Ең бастысы сақтық пен сыни бойлау. Егер банк қызметкері болып қоңырау шалып, код немесе деректерді сұраса, әңгімені бірден тоқтатуды керек. Күдікті сілтемелерге өтпеу керек. Басқа адамдарға карта ашып бермеу керек. Және ең бастысы күмән туса бірден полицияға хабарласып жүгініп, сол арада біз әрқашан көмекке дайынбыз. Мират Мейрамбекұлы, жалпы мемлекетімізде заң және тәртіп аясында, әсіресе осы интернет алаяқтықтың алдын алу бойынша барлық өңірлерде кибербулл орталықтары ашылғандығы белгілі. Өзіңіз сол жайында айтып өтсеңіз. Жылдың басынан бастап Абай облысы полиция департаментінде бөлек киберқылмысқа қарсы іс басқармасы ұйымдастырылып ашылды. Қазіргі таңда осы интернет алаяқтық бойынша бір бағытта күрес жүргізілуде, жұмыс атқаруда. Оның тағы ең басты мақсаты интернет алаяқтықтың алдын алу болып табылады. Қазіргі таңда жылдың басынан бастап 100-ге жуық интернет алаяқтық ашылды. Осы бағытта жұмысты жандандырып жатырмыз. Мират Мейрамбекұлы, бүгінгі біздің подкастымызға уақыт бөліп келгеніңізге көп-көп алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, бұл заң және тәртіп жобасы. Интернет бұл мүмкіндік алаңы, бірақ ол сіздің қауіпсіздігіңізге зиян келтірмеуі тиіс. Өзіңізді және деректеріңізді қорғаңыз. Қош, сау болыңыздар.